Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының абонементтер бөлімі назарларыңызға прочтение жобасы аясында Шерхан Мұртазаның «Соғыстың соңғы жесірі» атты кітабына арналған бейнероликтер циклын ұсынамыз. Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ мекенінде туған. Жазушының әр жылдары Табылған теңіз, Белгісіз солдаттың баласы, Ахметжанның анты, Мылтықсыз майдан повестері, 41 жылғы келіншек, интернат наны әңгімелері, Қара маржан, 5 кітаптан тұратын Қызыл жебе, Ай мен Айша романдары, шығармаларының 4 томдығы, шығармаларының 6 томдығы, таңдамалы шығармаларының 7 томдығы, Елім саған айтам, елбасы сен де тыңда, бір кем дүние кітаптары жарық көрген. Шерхан Мұртаза қазақ прозасына көптеген таңдаулы туындылар қосты. Пейзаж арқылы кейіпкер мінезін ашуда шығармаларының негізгі өзегі етті. Әңгімелерінің тақырыбына екінші дүниежүзілік соғыс зардабын да өзек еткен. Соғыстың соңғы жесірі Шерхан Мұртазаның 2005 жылы жазылған әңгімесі. Әңгімеде Ұлы Отан соғысы жылдарындағы және одан кейінгі ауыл өмірі, адам тағдыры туралы үлкен шеберлікпен шынайы бейнеленген. Әңгіме жат жерде қалған жауынгерлерді эшелонға тиеп батыс жаққа алып кетуінен басталған еді. Осылай 60 жыл өтіп шығады. 60 жыл аз уақыт емес. Бірақ шеккен зардап, көрген қорлық ұмытылғанымен жүрек сыздатқан мұң көкірекке шегедей қадалған болған. Осы қайғылы жылдары кеулерін қан майданға шығарып салып тұрып, оларды соңғы рет көріп тұрғанын білмеген, көңіліндегі үрейді үмітке айналдырған әжелеріміз соғыс жесірлері болған. Хадишаның темір төсегі терезенің түбінде. Көзі бұлдыраңқы, шала соқыр болса да мезгілді меңзей алады. Сыртқа үңіліп еді, қала шамдарының сары кірпіктері шаншыла тікірейіп тұр екен. Шам сәулесін бүркемелеп әлдене жыбырлағандай болды. Қалың шыбын қаптап ұшқандай. Шыбын ұшатын кез емес. Күн суытқан. Қар жауып тұр екен деп ойлады Хадиша. Қыс түсті. Бұл қыстан аман шықсам, мүмкін Мақсұтты тірімде көріп қалармын деп қойды Хадиша. Сені 60 жыл күттім, Мақсұт. Бұл сұм дүниеде келмесең, келмей қой. Енді мен сені ана дүниеден, шын дүниеден іздеймін, әдірем қалғыр, деп қояды Хадиша ызасы келгенде. Артынша сүрленген сағыныштан іші бауыры елжіреп, ақ дауылға қосылып, ыңылдап ән салады. Сен зарғалдақ, Мақсұт-ау, мен зарғалдақ. Екеумізді дүние қойды алдап. Арамызда алынбас қамал жатыр. Өтермедім қамалдан жұлдыз жалдап. Мақсұт-ау, қарағай, өмір өтіп барадай. Ольга кемпір басын көтеріп, сен не заргалдак, сен не ибылғы, что ли, деп қояды. Я, ыбылғы, өзің ыбылғы, қараң қалғыр, деп Хадиша жастыққа қисая кетеді. Сөйтіп жатып, өзге бір өмірдің өзегіне кіріп кетеді. Баяғы өзінің қоржын тамы екен дейді. Баяғы Мыңбұлақ. Қоржын тамның жамау терезесін тарсылдатып, шақпақтың ақ бораны азнап тұр екен дейді. Жарықтық, шақпақтың бораны ерінсе 2 күн соғады, желіксе 7 күн тұрады деп қояды Хадиша. Бір кезде сықырлау есік өзінен өзі ашылып кетіп, қарлы жел лап етіп үйдің жылуымен араласып ақ буға айналды. Ақ буалдыр арасынан мұнарланып бір сұлба байқалғандай болды. Мақсұтпысың, деді Хадиша. Есікті жаба келсеңші, үйдің іші суып кетті ғой. Мен сені келеді ғой деп күтіп жатыр едім. Жақсы болды ғой. Мен сені еңлік гүлін іздеп кеткен екен десем, соғысқа кетіп қалыпсың ғой. Сен қайтып келсең, той жасаймын ғой деп бір құнан қошқарды бордақылап жүр едім. Бұйырған екен. Жақсы болды ғой. Сұлба үндемейді, не бері жылжымайды. Хадиша өзі барайын десе орнынан тұра алмайды. Әй, кімде болсаң жақындасаңшы бері.
шыннан қатып қалған мұзсың ба, адамсың ба? Сұлба не сөйлемейді, не жылжымайды. Егер Мақсұт болсаң, тыңда. Әңгіме көп. Әлі есім тұр. Есептеп жүрмін. Мен сені көрмегелі 60 жыл болды. 60 жыл. Сенен қалған жалғыз бір жанат бой жетіп, оны теріс саққандағы бір бақа қаңлыға ұзаттық. Одан бір ұл туды. Атын Арман қойдық. Көп ұзамай әкесі көкпарда аттан құлап мойны үзіліп өлді. Артынша жанат қызың ауырып өлді. Күйіктен өлді-ау деймін байғұс. Кішкентай Арман менің қолымда болды. Ешкінің сүтін беріп асырап, итшілеп жүріп өсірдім. Фамилиясын Мақсұтов деп жаздырдым. Жалғыз сиырды сатып оқуға түсірдім. Оқуында бітірді. Жұмысқа Арқалық деген қалаға жіберді. Жұмысқа тұрып, мені Арман өз қолына алды. Күн көрісіміз тәп-тәуір болды. Арман немереңді айтамын. Сол Арман бизнес деген жерден ақшаны көп тауып, байи бастадық. Әніміне үйленемін деп жүргенде бақталастары оны да өлтіріп кетті. Айдалада елден туған жерден алыста жалғыз қалдым. Не деген жалмауыз едім. Жан-жағымның бәрін жалмап болдым. Жылай-жылай екі көзім соқыр болды. Енді жылайын десем, көзімнен жас шықпайды. Қуарып суалып қалды. Соқыр кемпірді үкімет жетімханаға өткізіп жіберді. Енді жатырмын қазынаның үйінде. Осыны айтып бола бергенде, Ольга оны түртіп оятып жіберді. Хадиша есеңгіреп, аңырап, біраз отырды. Жаңа ғана Мыңбұлақтағы қоржын-тамда жатыр еді, енді міне Ақордадағы жетімханада отыр. Неге ояттың деп ұрысты Ольгаға. Әдемі түс көріп жатыр едім, Мақсұт келіп еді. Семіз кемпірге өкпелегендей терезе жаққа бұрылды. Дүлей боран басылғанын сезді. Күн бұлттан шыққан ба деп қалды. Терезе сырты қыбыр-жыбыр тіршілік белгісі бар. Ағылып жатқан мәшинелер-ау сірә. Мәшинелер ағылып жатқан жолдың бер жағында қарайып адам сияқты бірдеңе көрінеді. Адам дейін десең, адамнан әлде қайта үлкен. Хадиша оны бұрында байқайтын, бірақ не нәрсе екенін ажырата алмайды. Діңгек пе дейді, электрдің үйшігі ме дейді. Әрі десе күн тұжырайды да тұрады. Кейде тұман, кейде боран. Бүгін ғана күн жарқырап ашылғаны, бірақ бәрібір Хадиша әлгі заттың не екенін ажырата алмайды. Көзінің алды бұлдырап, сол қарайған бірдеңе алыстап, біресе баяғы қалпына келіп мұнартып қана байқалады. Ал бүгін оны Хадиша қалшиып қалған Мақсұт па деп қобалжыды. Жаңа ғана өзі ұрысқан көршісіне бұрылып, «Әй, Ольга, мынау не? Сенің көзің сау ғой» деді. Ольга ыңырап келіп терезеге үңілді. Ол қайсысы? Не сұрайды? Әне ұп-ұзын, қарайып қозғалмай тұр ғой. Ол қалай енді? Памятник. Памятник неизвестному солдату. Солдат дейді? Қандай солдат? Тірі ме? Нет уже. Памятник. Қазақша білмейді. Темір солдат. Өлген, білді. Өлген солдат. Хадиша шамалады. Енді шамалады. Қараңғы алғыр, ескерткіш десеңші. Мен Мақсұт па деп ойлап қалсам, әлгінде түсімде ол осылай мелшиді де тұрды. «Әй, Ольга», деді көршісіне. «Что тебе старая?» «Қараша, әна памятнигің тірі адам сияқты қимылдайды». Түкте қимылдамайды. Төбесінде шымшық отыр. Сол шошаңдай береді. Содан саған қимылдағандай болып көрінеді. Может, это и был бы. Зарғалдақ сонда отыр ма? Қыста зарғалдақ мұнда қайдан жүр? Бәлкім зарғалдақ Мақсұттың жаны шығар. Өлген адамның жаны әлде бір мақұлықтың, жануардың біріне ауысады деседі ғой. Әйтпесе қыстың күні арқада зарғалдақ жүре ме? Кеше ақ түтек боранда неге ол менің тереземнің алдынан кетпей қойды? Мамығын жел жұлмалап, қобыратып, қалтыратса да кетпей қойды ғой. Мен сорлы соны неге түсінбедім?
Әрі қарай оқиға немен өрбиді, шығарманың соңы немен аяқталады? Осы жайында білгіңіз келсе, Шерхан Мұртазаның «Соғыстың соңғы жесірі» атты еңбегін оқуға шақырамыз.